Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен менің ең сүйікті салаттарымның бірі тещин язык дайындайтын боламыз. Және видеоны қарамас бұрын менің арнамның дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажандарымызды жақсылап жуып аламыз, және де видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Мен алдымен баклажандарымыздың шетіндегі қабығын жұқа етіп кесіп алып тастадым. Және қалғанын ұзыннан кесіп аламыз. Жұқа ет бөліктерге бөліп, осылай ұзыннан кесіп шығамыз. Барлық баклажандарды осылай турап аласыздар. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соң үстіне баклажанымызды салып, қызып тұрған майға 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Егер сіздер баклажандарыңыздың кішкене қытырлақ болғанын қаласаңыздар, жұмыртқаға аунатқан соң панировочный сухариге аунатсаңыздар болады. Біздің баклажандарымыз дайын. Енді помидорларымызды жақсылап жуып, видеода көрсетілгенде оларды да ұзыннан турап аласыздар. Міне біздің баклажанымыз бен помидорымыз уже дайын болды. Енді арасына жағатын сосымызды дайындап аламыз. Ол үшін кесеге майонезді, үстіне чеснокты, мен 2 тіс чеснокты қостым. Егер осындай ұсақ терка болса, содан өткізсеңіздер болады, немесе пышақпен кессеңіздер болады ұсақтап. Үстіне шым-шым тұзымызды қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып аласыздар. Енді дайын болған соң салатымызды жинаймыз. Баклажандарымызды қуырылған алып, арасына майонезді жағып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жағып аласыздар. Үстіне помидорларыңызды қойып, орап шығамыз. Менде мұнда дұрыс көрсетілмей қалыпты. Барлық баклажандарымызды осылай арасына майонез жағып, үстіне помидорымызды қойып, орап шығамыз. Мінеки достар, біздің салатымыз уже дайын, өте әдемі көрінеді, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің арнама тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта осындай көптеген рецепттер шығатын болады.